Қазақтың ашуына тиемін деп оңбай таяқ жеді. Біз бүгін қазақ боксшыларының өзін мазақ етпек болған қарсыластарын оңдырмай сабаған 4 жекпе-жек жайлы айтатын боламыз. Ассалаумағалейкум достар. Әлемдік бокс жайлы қызықты ақпараттар беретін әлем боксинг арнасына қош келдіңіздер. Отандық аса ауыр салмақ боксшысы әлі жеңіліс көрмеген Жан Касабутский былтыр жазда ақш-тағы алғашқы жекпе-жегін өткізген болатын. Бұл Жанның мансабындағы ең маңызды кездесу еді. Бірақ қарсыласы африкалық Эфе Аджагба қу әрі лас боксшы екен. Бұған отандасымыз мүлде дайын болмай шығады. To be in that fight because he found himself having visa issues. Hopefully, he's added a little bit more to his arsenal. I see a nice little upper. I know the way I think of it. Барлығы екінші раундтағы белден төмен соққылардан басталады. Kasabutski mostly squared up when he turns orthodox. You see the warning from Chris Flores as Жанның қайта-қайта белгі бергендігіне қарамаған рефериді көрген Аджагба отандасымыздың төменгі жағына қызыл көрген бұқадай шүйлігеді. Yes, Joe, apparently there was exposed foam on the inside of not only the first choice gloves of... No, stop! He's leaning forward, came off the arm right Оған there. ызаланған Жан төмен соққыға төмен соққымен жауап беріп, 4-ші раундта дисквалификацияланады. Off in the distance there. Wait, from Kazakhstan is Efe Ajagba. Oh, that's a low blow. It's over. That's a... Үшінші орынға 2016 жылы өткен Жанқош пен ганалық боксшының арасында өткен жекпе-жекті қойдық. Кездесуге бір күн қалғанда өтетін дәстүрлі салмақ өлшеу рәсімінде африкалық боксшыны не түлен түрткені белгісіз Жанқоштың жағасына жабысады. Қара жігіттің сыбағасын сол жерде бермек болған Жанқошқа ұйымдастырушылар мүмкіндік бермейді. Кішкене уақыттан соң ашуды ақылға жеңдірген отандасымыз сыбағаны жекпе-жек үстінде тарататын болып кетіп қалады. Келесі күні Алматы аренада өткен жекпе-жекте Жанқош жекпе-жекті асықпай бастайды. Bakın Colonel Bob Sheridan çok önemli bir spikerdir. Muhammed Ali'nin Frazier'la maçını anlatan Mike Tyson. Осыдан соң біраз уақыт қарсыласына соққы жасауға мүмкіндік беріп, өзі Мейвезердің мәнерінде қорғанып та көреді. Sinan Şamisam efsanesini unutmuyoruz, unutturmayacağız. Ganalı boksör sert sağ direklerle başladı. Aparkatla denedi o bölgede. Sağ Ganalı boksör sıkıştırmak niyetinde rakibini köşeye, o bölgeden çıkartmamaya çalışıyor. İki tane sağ sol direkler devam ediyor. Burada yakalamaya çalışıyor. 4-ші раундта мұның барлығынан жалыққан Жанқош алдымен африкалықтың бауырынан соғып тізе бүктіреді. 3. raundda toparladı durumu. Ve şimdi burada Қарсылас орнынан тұрып жекпе-жекті жалғастырғанмен көп ұзамай ішке келіп тиген отандасымыздың қарымта соққысынан соң тағы да тізерлей кетеді. kovalamaya başladı Ganalı'yı. Karaciğerinden Бұл жолы Исактың жекпе-жекті жалғастыруға құлқы мүлде жоқ болатын. Дегенмен кек сақтамайтын Жанқош жекпе-жектен соң қарсыласының бұл қылығын кешіреді. Жекпе-жекке келіңдер, сол жерде Геннадийді айыратын боламын. Күндерің сәтті өтсін. Америкалық боксшы Кертис Стивенс көпшілікке енді ғана танылып келе жатқан Генамен жекпе-жек болардан алдын осы бір сөздерін айтып отандасымыздың ашуына тиген болатын. Ол аз болғандай желіге Головкинді желлеп жатқан сурет салып, топырағың торқа болсын Triple G, сен жақсы жігіт едің деп жазып қояды. Әдетте қарсыласына құрметпен қарайтын Гена бұл жолы шынымен де ашуланып қалғандай еді. Жекпе-жек бастала сала өзінің күрсі жұдырықтарымен қарсыласын шегелей бастаған отандасымыз екінші раунд соңында сол қолдың қу соққысымен Стивенсті шалқасынан түсіреді. Таңданыстан көздері бақырай кеткен америкалықты миы шайқалудан тек гонг дауысы ғана құтқарып қалған еді. Осылайша қылжақ басты бір сілкіп алған Гена ары қарай америкалықты асықпай жүріп сабай бастайды.
8-ші раундқа қарай соққы тие бергеннен миы түсіп қалайын деп тұрғанын сезген Кертис жекпе-жектен бас тартады. Big right cross by Golovkin. Whipping Curtis Stevens into the corner. And they're going to stop it in the corner. Жекпе-жек басталмай жатып, мен одан сен шын айтып тұрсың ба деп сұрадым. Ол болса, иә, мен шын айтып тұрмын деді. Борат деген фильм қазақты мазақ етемін дейтіндер үшін жақсы болды. 2019 жылы канадалық Стюарт Маклеллан Жәнібекпен жекпе-жектен алдын отандасымызды Бораттың кейпінде желідегі парақшасына салып қояды. Бұл Жәнібектің ғана емес, бүкіл қазақтың да ашуына тиген болатын. Бірақ отандасымыз желіде қарсыласымен сөз таластырып жатуды арсанап, оның жазасын рингте беруге уәде етеді. Шынында жекпе-жек бастала сала Жәнібек ауыр соққыларды Маклелланға кигізе бастайды. Бұл соққылардан соң рингтің 5-ші бұрышын іздеп кеткен қарсыласын Жәнібек қоймай ринг ортасына шақырып алып тұрады. Екінші раунд соңында отандасымыз өзінің сүйікті сол қолдың апперкотымен Маклелланды жамбасқа отырғызады. Айызы қанбай қалған Жәнібек ары қарай қарсыласы құлап қалмайтындай, бірақ жанына бататын ащы соққылармен Маклелланды сабай бастайды. Want to be a top entertaining world championship type fighter, your trainer's going to want you to go after it. Қарсылас жазасын алып бітті деп есептеген болу керек. 5-ші раундта отандасымыз сол апперкотпен Канелоны тағы да құлатады. Осыдан соң рефери ара түскенше Маклелланды әбден тоқмақтайды. Міне достар, біз айтып өткен боксшыларымыздың қарсыластары жеген таяқтарын өмір бойы ұмытпайтын шығар деп ойлаймын. Қазақ деген сөзді естігенде төбе шаштары тік тұратындығына сенімім кәміл. Видео ұнаса лайк пен қолдай кетіңіздер. Сіздермен болған Әлем боксинг арнасы.